Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Ақша болса қиынсын, ақша болмаса тиынсын дейді. Қазіргі қоғамда ақшасы бар адамның орны бар, жолдасы бар, жорасы бар, танысы көп деген секілді. Ақшасы жоқ адамның түгі жоқ дейді. Бірақ біліңіздер, бұл дүние таусылады, ақша да алтында бұл таусылатын дүниенің бірі. Бірақ адамның таусылмайтын кеудесіндегі ол иманы, істеген сауаптары таусылмайды. Адамға ең қымбат нәрсе бұл өмір. Адамның өмірі қымбат, азиз басы қымбат, көзіндегі нұр қымбат, жүрегіндегі иманы қымбат. Адам тірі болса, дүниені де табады, ақшаны да табады, долларды табады. Бүкіл нәрсені жасайды. Бірақ адам өлген уақытта бүкіл нәрсесі тоқтайды. Адамның Алланың алдына бірге баратын дүниесі ол тек қана жүрегіндегі иманы мен үлкен сауап істері. Алла Тағала қасиетті Рамазан айының соңғы күніне келіп жеттік. Осы қасиетті соңғы күнде жұмыр басы пенделердің жақсылық істеуге шақыра отырып, осы Маңғыстау аудандық Мираж мешітінің жанынан салынып жатқан балалар медресесіне үлес қосуыңызға шақырамыз. Алла нәсіп етсе, бұл өмірдегі істеген жақсылықтарыңыз келесі өмірге инвесторларға шақырамыз. Бұл өмірдегі жақсылықтарыңыз Алланың алдында таразға өлшеніп, сізге жәннатқа кіргізетін амалдардың бірі болып есептеледі.